мемлекеттік коммуналдық мекемеде жүргеннен кейін сіздердің де жауапкершіліктеріңіз айтарлықтай өте салмақты екенін білеміз. Армысыздар, құрметті достар. Біз мінекей бүгін жақсы әңгіме өрбітеміз деп ойлаймыз. Сіздермен мен Жас Бос, арнайы көзілдірік бағдарламасы үшін Жасұлан Жакупов. Бүгін бізде өте ерекше, мынау біздің ақпараттық жүйенің үлкен кеңістігі екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Ақпараттық жүйені кейбір адамдар түсінбеуі мүмкін. Әрине, ол контенттегі адамдар бұл эфирді де көрмеуі мүмкін, бірақ дегенмен де осы біздің қоғамда өзінің саралап ойын айтып жүрген азаматтар және де ақпараттық технологияның технократтары да жақсы біледі деп ойлаймыз. Бүгін сол жүйелердің, былайша айтқанда, сол жүйелерге жетекшілік етіп жүрген біздің өңірдің, облыстың, яғни ақпараттық коммуникация жүйесінде жүрген, технологияларды басқарып жүрген азамат. Қалай жағдайың, жақсысыз ба? Жақсы, рахмет. Өзіңіз толыққанды айтып, өзіңіздің ақпараттық салаңызды толыққанды айта беріңіз. Жалпы енді ақпараттандыру, цифрландыру, автоматтандыру деген сияқты бағыттармен бұл салаға да қызыққан осы мектеп кезінен осы бағытқа қызығушылық болды. Жалпы енді ол кездерде 2003-те мектеп бітірсем, сол мектеп оқу барысында енді өзі бір жаңа қандай мамандыққа қарай бағытталсам екен деп, енді бір 9-шы класстан бастап былай қарай бастайсың ғой жан-жағын. Сол кездердің өзінде компьютерлердің өздері енді келіп жатқан, Windows 95-98-дер басталып, оған дейін Norton командалармен жұмыс жасап, енді командный строкамен жұмыс жасайтын компьютерлер болды. Сондай сияқты сол кезден бастап уже қарап, қалай болады, не болады деп, өзімнің осы жалпы кішкентай кезімнен құрастыру, жақсы бір енді ойыншықтарың болады ғой үйдегі. Сол ойыншықтар сынғандарын бір-біріне құрастырып, жаңа басқасын шығару, сондай бір механикаға, робототехникаға, былай өзім моторды құрастырып, катер жасап деген сияқты сондай мәселелерді айналысып жүргесінде осы IT бағытына қарай бағытталған өзімнің де бір ойым болды. Сол 9-шы класстан бастап сол информатика пәнін жақсырақ мән беріп, мұғалімдермен бірге кешке дейін қалып, әрі қарай түсінуді қарап, сонымен 10-11-ші класста уже жаңағы апайларымызбен бірге класста кейбір мәселелер болып қалыватса, ананы дұрыстап жіберші, сәбитін былайға жіберші деп, сондай бір мұғалімдеріміз жаңағы бізге осы сабақ беріп, өзінің біліп тұрғанын болса да, бірақ айтып, сен істеші, мен көрейін деген сияқты сондай бағытпен практиковать етіп, бізді сол жақсы бір бағытқа бағдар беріп шықты. Одан кейін сол мектепте оқып жүрген кезде 11-ші класста болса, мысалға осы IT бағытындағы Нұрлан Құлмырзаев деген, осы қазіргі таңда өзіңе де мәлім, IT бағытында жүрген ағайларымыз, сол университетке тартып, сол IT бағытындағы информатика мамандығы бойынша бітіріп 5 жыл оқып шықты. Одан кейін магистратурасын бітіріп, сол магистратураның кезінде Москваға стажировкаға жібереді, 1-2 апталық. Одан кейін Мәскеуге аспирантура оқуға ой болады. Мен IT бағытында осы Москваны да көрейін, аспирантурасын оқиын деп, соған бағытталып, олмен де жұмыс жасап, 3 жыл сол берілген 3,5 жылдың уақытысында уақытылы қорғап, сөйтіп осы елімізге келіп, Қызылорда төңірегінде университет Қара шаңырақ оқыған Қорқыт университетінде жұмыс жасадым. Сабақ бердім, студенттермен бірге жұмыс жасап, жобалар жасап, одан кейін кафедраны меңгеруге ректор ұсыныс тастап, сол кафедраны 2 жыл бірге атқарып, меңгеріп, одан әрі қарай әкімшілікке, осы жаңа айтып жатқан өзіңіздің осы цифрлық бағытқа қарай бағытталған мекемеге директор болып бардым. Енді сол себепті осы бүгінгі 2018 жылы сол мекемеге барсам, қазір енді уже 4 жылдан өтіпті. Сол бағыт арасында және бүгіннен әрі қарай мынау Қызылорда облысының әкімшілігіне қарасты цифрлық технологиялар бөлімі бар. Сол жерге қазір бөлім басшы болып бара жатырмын. Сол қазір енді Қызылорда облысы бойынша цифрландыруды жұмыстарын атқарып жұмыс жасап жатырмыз. Енді жалпы енді өзіңіз де айтып отырсыз ғой, қазіргі заманда қай сала болмасын, бәрінде де әйтеуір цифрландыру. Оған
сәйкес осы қазіргі заманның күнделікті шығып жатқан әртүрлі технологиялар көзбен көріп келе жатыр. Минут сайын әртүрлі нәрселер өзгеріп жаңадан шығып жатыр. Жаңада осы мынау микрофонда әңгіме болып жатыр, камераны әңгіме болып жатыр, телевидение мысалға, мобилизационный вариантқа қарай уже кетіп бара жатыр. Жаңағы технологияның дамыған сайын заттың да пішімі жаңағы баяғыда үлкен емес, уже шағындауға қарай ыңғайлы болуға, кез келген жерде қолдануға ыңғайлы болып жұмыс жасалып жатыр. Соның барлығы енді бұл заман талабына сай келе жатыр, бірақ енді дегенмен Қазақстан Республикасында цифрлық даму министрлігі бар. Сол министрлікпен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Енді ол цифрландыруды енді жалпы былай мен Қызылордада мен нан жасаймын деп бастап кете бермейсің. Өзінің де арнайы жаңағы стандарттары бар, беттіктері бар. Иә, өзінің арнайы бекітілген требованиялар болады. Енді оған сәйкес арнайы құжаттары, жаңағы өзінің актілері деген сияқты сол құжаттарына сәйкес жұмыс жасаймыз. Енді ол қазіргі таңда бекітілген ұлттық жоба, яғни нацпроект деп атаймыз қазіргі таңда, и сонымен бірге бірлесе жүретін эталонды стандарт. Яғни ол соның инструмент ретінде соның ішінде бөлініп көрсетіледі. Яғни әртүрлі бағыт, 11 бағыт, 11 бағыт бойынша мысалға қаланы ақылды қала қылу. Яғни оның әртүрлі жаңағы білім саласы, денсаулық саласы, үй тұрғын және қауіпсіздік саласы деген сияқты. Сол бағыттарда қазір жұмыс жасап, жобалар жасап жатырмыз. Енді қазір өзімнің де жаңағы ақпараттар сіздерге айта кетейін деген ақпараттарым бар. Әрі қарай жалғастырып айта берейін бе? Айта беріңіз. Жалғастыра берейін. Жалпы енді бізде мынау видеонаблюдение дейміз ғой енді, яғни камерамен бейнебақылау. Бұл бейнебақылау бізге қалада қандай мүмкіндіктер береді? Енді өзіңіз білетіндей, әртүрлі жаңағы қылмысты алдын алу, қаланы бақылау, соның барлығы мынау осы қазіргі тұрған бейнекамералар арқылы саудағы департамент полициясы басқарып қарап отыр. Соның арқасында көптеген қылмыстар алдын алады және оны ашуға да көмек береді. Қазіргі таңда бізде жалпы қала бойынша орналасқан 272 камера болса, сол 272 камера осы сауға тікелей қосылған және біздің әкімшілікке сол басқарып көріп отқан камераларын штатта мониторинг етіп көруге мүмкіндік бар. Сондай байланыс орнатылған. Яғни жаңағы әртүрлі бір жағдай қаладағы болып жатқан кезде, мысалы штаб құрылып, сол камералар, бейнебақылаулар арқылы әкімшіліктің ахуалдық орталығынан басқарылып көріледі. Яғни кезінде енді жаңағы қаңтардың жағдайлары болған кезде де мысалға соның барлығы сол штабтың аясында мүмкіндік берді. Сол арқылы көптеген мәселелерді қарап, алдын ала шешім қабылдауға да жаңағы өзінің тиімді жақтарын көрсетті. Енді алдағы уақытта сол бейнебақылауды ұлғайту және көбейту барысында да жұмыстар жасалуда. Бірақ енді осы күнге дейін мектептегі әртүрлі жағдайларға байланысты камералар құру талап етілді. Соның аясында бізде осы мектептерге қазір қойылып 3500 камерадай мектептерге қойылған. Сол мектептерге қойылу арқылы, яғни сауға подключение жасап, яғни доступ берді. Кез келген уақытта, мысалы бір жағдай болса, сол уақытпен архивті көру арқылы, болмаса сол моментте дабыл қағу арқылы көруге болатын мүмкіндіктері бар. Енді оны алдағы уақытта әлде де көбейту, ұлғайту және өзінің жаңағы требованиесіне дейміз ғой, жаңағыдай керекті параметрлеріне сәйкестендіріп жасалатын болады. Және алдағы уақытта мынау машиналардың жылдамдықтарын арттырып жүргеніне байланысты сергегі бар. Енді компаниялар көп негізі. Сол ұсынып жатқан компаниялармен қазір цифрландыру бөлімі, аппарат және департамент полициясы сол қарап жобалардың қайсы тиімділі Қызылорда үшін және қаражатына да қатты ауыр тимейтіндей мәселелерін қарап жатыр.
енді ол бізге үлкен, мынау енді осы уақытқа дейін қойылған аркан скоростомер бар ғой, жылдамдықты өлшеу камералары, ол 20, бірінші 13 қойылды, одан кейін 7 қойылды. Қаңтардың кезінде енді бір екеуі зақым алды. Одан бөлек қалғандар қазіргі таңда жұмысын жасап, және өзінің сол штраф арқылы өзінің қойылған жұмсалған ақшасын қайтадан шығарып тұр. Хорошо, жақсы. Түсіндік. Енді сіздер сонда біздің ішкі істер департаментімен, яғни әкімдік бірігіп жұмыс жасайды ғой сонда, иә? Әрине. Яғни қоғам қауіпсіздігі үшін, иә? Қоғам қауіпсіздігі Бұл үшін. цифрлы Қазақстан технологиясындағы бір жүйесі деп айтсақ болады, иә? Бір бағыты. Бағыты, иә? Эталонның стандарттарының арасындағы жаңа айтып отқан 11 бағыттың ішіндегі бір бағыттың бірі осы. Және одан бөлек жаңа білім басқармасымен бірге жұмыс жасайтын, және денсаулық басқармасы бойынша бірге жұмыс жасайтын жұмыстар бар. Яғни мысалға сол қауіпсіздік шарасы аясында мысалға 112 кол орталығы құрылды. Яғни 112 бұл шетелдік неде, мысалға америкалық киноларда 911-ге звонда деп мысалға айтып жатады. Сондай сияқты 3 цифрлы тегін кол орталығы жұмыс жасауда қазір 112. Бұл Евросоюздың арасындағы бекітілген номер 112. Сол себепті бүгінгі таңда сол 112 кол орталығы жұмыс жасап, және 2018-ден бастап жалпы негізі жобасы пилотты түрде қаралып, зерделеніп, 2019-дан бастап басталды. Қазіргі таңда енді 2020-дан бастап мекеме құрылып, сол бойынша жұмыстар жасалып, қазіргі таңда уже 600-700-ге жуық неге сол орталыққа, кол орталығына қоңыраулар түскен. Бұл бір жылда ма сонда? Бұл енді 2021 жылғы көрсеткіш, енді 2022-ге осы жылдың аяғында санап көреміз. Жылдың соңында. Жылдың соңында санап. Жақсы, енді бізде осы IT саласы бойынша енді ақпараттық кеңістік қой, IT саласында жалпы біздің осы облыста, осы біздің колледждерде гранттардан бізде енді ұсыныс береді ғой. Мысалы біздің мекемеге құрылысшылар керек, біздің мекемеге мысалы дәнекерлеуші керек деген секілді. Сіздерде енді білім саласымен бірігіп тығыз жұмыс жасасқаннан кейін сіздер де өздеріңіз ұсыныс бересіздер ме? Колледждерге ондай мүмкіндік, доступ бар ма? Әрине, біз колледждермен, университеттермен барлығымен жұмыс жасап, және меморандум аясында да жалпы burada колледж бен университет қана емес, IT мектептермен де жұмыс жасаймыз. Жеке мектептер ме? Жоқ, государственный мектеп, мемлекеттік мекеме де бар. IT оқытатын школалардың, IT оқытатын 6 мектеп бар ғой осы Қызылорда қаласында. Сол мектептермен байланыс жасаудамыз. Осы отырған мынау IT парк жалпы Қызылорда жастары үшін арналған, яғни IT бағытына қарай келіп өзінің білімін әрі қарай арттыруға, немесе түсінбей жүрген жерлері болса, осы жерден келіп ақыл алып әрі қарай осы жерде тұрған компьютер, интернеттерді қолданып өзінің жұмысын жүзеге асыруға мүмкіндіктері бар. Енді бұл Қызылорда облысының жастар үшін жасалған бір эко-орта, яғни жастар IT бағытына қызығатын болсын, жалпы осы қазіргі видеомейкер деген сияқты, енді IT саласына бәрі кетеді, оның барлығы қосылып кетеді. Сол себепті сол жастар үшін бір осындай үлкен мүмкіндігі бар орталық, осы IT парк. Өте ғажап. Біздің көрермендер толыққанды айта кетейін, біз әлі күтіп отырмыз, бесік шайға робот кетіп қалған. Мен ойлағам, негізі жастардың ортасында жүргенде IT сала дегенде бізде роботехникалар келгендей көзімізге сондай дүниелер елестейді ғой. Біз енді ондай деңгейге бірақ төбе жетеміз деп ойлаймыз. Енді бізде өзі Қызылордада осы болашақта ғана бір роботымыз бар ғой, қай жаққа болса да соны апарып көрсете береміз. Енді алдағы уақытта біздің мынау оқу орнын бітіріп жатырған студенттер және де осы жастар ресурстық орталығындағы IT парк орталығынан білім алып өздерін нәрлендіріп жүрген жігіттер енді болашақта бір жетістік жетеміз деп ойлаймыз. Кеше Сәкен андай бір жағдай болды, бір оқу орны атын атамай ақ қояйын. Менің кеңсеме бір жас жігіт келіп тұрды, жаңа IT саласының мамандығын бітірген. Жұмысқа аласыз ба, маған жұмыс бар ма дейді. Мамандығың қандай десем, бізге IT саласын бітіріп кетті, ақпараттық не бойынша. Мен айтамын да, енді сіз сайт аша аласыз ба десем, жоқ дейді да. Енді IT саласында не бір программа жаза аласың ба, кодтар жаза аласың ба, шрифттер түсінесің ба, сен өзің бір дүние жасадың ба, мен оны білмеймін дейді да. Мен айтамын, сен онда маған керек емессің, бауырым, ренжіме.
өйткені сен кезінде сабақ оқып жүріп әшейін сабаққа қатыспаған адамсың, сен ана практикаға бармаған адамсың деймін ғой. иә Енді былай ғой, біздің қазіргі беріп жатқан мемлекеттің гранттары бар, енді бұл үлкен алмақтың да салмағы бар дейміз ғой, халыққа енді тұрғындарға беріп жатқан дүние ғой. иә Жалпы осы студенттердің сапасына біз мән беріп жатырмыз ғой осы технология бойынша IT саласында. жалпы енді студенттер мен оқушыларға жаңа атап өткендей мектеп, колледж, университеттермен бізде меморандум бар. Яғни жаңағы коммуналдық мемлекеттік мекеме, ақпараттық технологиялар орталығы, яғни ЦИТ деп атаймыз, Центр информационных технологий. Сол мекемемен бірге жасалған келісім шарт болғанда меморандум бар. Сол меморандум аясында біз жылдың көлемінде хакатон, сосын одан бөлек IT мастер-класстар әртүрлі осы бағыттағы және кездесулер ұйымдастырып тұрамыз арасында. Одан бөлек жылдың қорытындысына қарай IT саласының мамандары, оқушылары, студенттері жиналып олардың үлкен конкурс болады, Иннофест былтыр болды. Иннофест, иә, Иннофест конкурсы болды. Соны биылда жалғастыру ойымызда бар. Және былтыр ұйымдастырған кезде бұл енді Хагдей сырт елдің жаңағы форматында жасалған негізі. Сол Хагдейді біз атауын қолдану үшін оған арнайы лицензиялық жаңа құжаттары керек, және оның арнайы ақшасын төлеу керек деген сияқты. Ол шығын болғаннан кейін оны біз өзіміздің неге қызылордалық бренд ретінде өзіміздің фестиваль болмасқа, жастардың арасындағы инновациялық идеяларды жүзеге асыратын фестиваль. Осыны пайдаланып, осы идеяны әрі қарай жүзеге асырып, Иннофест деп қойдық, яғни инновациялық фестиваль. Сол фестивальдің аясында біз енді әрі кеткенде бір 500 максимум қатысады деп ойладық, 500 участник болады деп. Сораға енді 500 деп ойлаған кезде 1500 участник келді. Яғни бұл 300. Мықты. 1500 участник бұл біздің основной жаңағы болған орталық ол жаңағы Қорқыт Ата университетінің студенттер сарайында, яғни сол жерге жинадық барлығын. Одан кейін осы жарты бөлігін әр 4 бағыт болды. Сол 4 бағыт бойынша студ сарайда университеттің аясында және Болашақ университетіне және осы IT паркке бөлімдерді алып келдік. И балдарды арнайы сол бөлінген автобустармен осы жаңа студ сарайдан осы жаққа алып келуге барлық мүмкіндіктер жасалды. Соның аясында 1500-ның яғни 4 бағыт бойынша бірінші, үшінші орын және ақшалай сыйлық болды. Одан бөлек тағы да утешительный сыйлықтар болды, жаңағы модем, жандай кішкене бір смартфон деген сияқты сыйлықтар болды. Одан бөлек еще 2 университеттің ұсынған гранттар болды. Яғни оқушылар өздерінің жобаларын көрсету арқылы университетке ұнаған жобалар болған кезде солар өздерінің IT саласына сол студенттерді тарту аясында соларға грант ұсынды. Соның аясында ұтып алған 9 грант иегерлері болды. 2 университеттің ұсынған. Барлық риза, енді биыл тағы да жан-жақтан сол қайтадан ұсыныстар түсіп, биыл қашан болады деген жаңағы осы біздің IT саласында жүрген және студент оқушылардан өтініштер түсіп жатыр, хабарласып жатыр, қашан болады деп біз қатысайық деп едік деп жоба дайындап жатырмыз деп. Мынау мектеп мұғалімдері өздерінің оқушыларын дайындап жатырмыз деп олар да хабарласып жатыр. Университет пен колледждер барлығы. Яғни олармен біз айтып келе жатқанның барлығы сол колледждер мен университеттермен байланыстамыз әрдайым. И соның ішінен біз өзіміздің мастер-класс осы IT паркте жүрген IT мамандар, резиденттеріміз бар әр бағыт бойынша. Жаңа айтып жатсыз ғой, бір студент келді, оның жаңағы я веб разработка жасай алмайды, болмаса білмейді, саласы бойынша видео, жаңағы фото, видеомен жұмыс жасай алмайды деген сияқты. Оның барлығы әрине өзіңіз айтқандай жаңағындай практика керек ол үшін. Өзі де шамалы қызығушылық болу керек ол бағытқа. Бала қызыққаннан кейін ол өзі әрі қарай алып кетіп ізденіп, қай жақта не бар, мүмкіндік бар, соны қолданып әрі қарай өседі. Жақсы, ол жастарға қатысты жағдай. Студенттермен жалпы жұмыс жасалуда. Дұрыс, жұмыс жасалған дұрыс. Біздің мақсатымыз бәрі айқын ғой, жалпы. Сіздердің илеген қамырларыңыз бөлек болғанмен де, біздің айтқан әңгімеміз бөлек болғанмен де, жалпы біздің негізгі түпкі мақсатымыз бір ғой, өзіңіз жақсы білесіз. Енді
жалпы технология дегеннен кейін бізде қазір e-көмек деген бар, иә, егов. Иә, еговта енді ішінде мысалы кіріп кейбір енді сұрақтарда сұрасаң, бізде көп адамдардың айтатыны министрліктің бекітілген шарттарына байланысты біз артық әңгіме қозғай алмаймыз, немесе біз министрліктің талаптары деген сылтаулар көп айтылады. Мүмкін ол сылтау емес, мүмкін сол нақты сұраққа жауап болса керек. Оны біз енді біле жата бермейміз, өйткені оған біз эксперт ретінде, маман ретінде оған түсіп, оны зерттейтін болсақ, оның былығында болмаса артықшылығын да айтуға болады. Бірақ дегенмен біз былықты емес, керісінше артықшылықтарын айтып, сыни сынағанды жақсы көреміз. Жалпы анау біздің өзіміздің әкімдіктің сайттары бар да, мысалы арнайы сайттарында мысалы белгілі сол мемлекеттік қызметкер, яғни аудан әкімі болсын, кент әкімі болсын, мысалы облыс әкімі болсын, оның жеке ақпараттары, яғни портфолио дейміз ғой, портфолиода сақталады. Ақпараттар тұрады. Иә, басқа қызметкерлерде өкінішке орай доступ болмай жатады. Яғни оны біз біле алмай жатамыз да, тек аты жөні тұрады да, одан кейін қаяқты бітіргені, қай оқу орын тәмамдағаны, қай қызметте болғаны, оның жеке поштасы жоқ деген секілді. Жалпы толық ақпарат алуға мүмкіндік жоқ, иә. Мысалға жаңағы бір бөлімдегі қызметкерді сіз ақпарат алғыңыз келеді, іздейміз ғой. Атын көргіңіз келеді, қай жерде оқыды көргіңіз келеді ғой. Сол бағытта сіз ақпарат таппадыңыз сайттан. Ақпарат таппаймыз. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, цифрлық министрлігі бекіткен талаптарына өзінің арнайы несі бар, бекітілген талаптары бар. Соған сәйкес мынау единый епирго деп айтамыз, яғни единый интернет-ресурс портал. Сол порталда бізде барлық министрлік, барлық әкімшілік бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша орналастырылған бір сайттың ішінде, яғни бүкіл ақпарат. Сол жерде қазіргі таңда мысалға менде бөлім басшы болып, мысалға аппараттағы бөлім басшы болып бардым ба, сол жердегі бөлімде мысалға менің данныйларым тұрса, жалпы сол бөлімде жұмыс жасайтын тағы да қызметкерлер сол жерде тұрса деген ойыңыз ғой енді айтып отқан. Мысалы менікі бар, бірақ неге қасыңыздағы бөлімдегі қызметкерлер жоқ дейсіз ғой? Жоқ. Иә. Енді ол сол алдағы уақытта ұсыныстарыңызды қабылдап әрі қарай бізде министрлікке жазып ақпарат ретінде білеміз. Сосын одан кейін әрі қарай мүмкіндіктер болса, бұл сайттардың жаңағы өзінің орналасқан серверлері бар ғой. Сол серверлеріндегі берілген арнайы орындар бар. Сол орындардан ақпарат көп салынған сайын ол асып кетуі мүмкін. Сол себепті серверге сыймай қалуына байланысты өзінің шектеулі жаңағы границалары, нормалары бар. Соған сәйкес жаңағындай басшылық тұрса, әрі қарай ақпараттарды солар арқылы білесіз деген. Ол дұрыс. Біздің енді менің жалпы өзімнің көзқарасым сол министрлікке бағынбай ақ, сол министрліктің айтқанын жасап екінші жақпен де жүруге болады, бірақ сол өзіміздің облыстың, осы сыр елінің, сыр өңірінің, мысалы өзіміздің бір арнайы сайтты создавать етіп, барлық дүниелерді жасауға болмай ма? Өйткені біз ақылды қаламыз ғой. Енді жарайды, біз мүмкін біз жасап басқа облыстарға үлгі етсек, мысалы да, министрлікте ол мен де өзім министерствода істедім ғой. Министерствода мен бұрын жасадым ғой. Министерствода мысалы әр өңірден қай мықты жақсы идеялар келсе, соған трамплин ретінде олар өздері арман қарай жұмыс ұсыныстарын беріп, өздері соны жандандырады да. Неге біз осы Қызылордадан ерекше? Біз енді тек жаңағы бүгін енді айтып жатыр ғой, Қызылорда жастар қаласы деген сияқты. Біз неге IT қаласы болмаймыз? IT облысы неге болмаймыз? Неге бізде кеше біз қарап отырық, IT салаларына гранттарды көп береді екен да. Бірақ жылда бір қарыққа батқан бір аты шығып жатқан мен айтишниктерді естіп жатқан жоқпын. Ана біздің кітап кодтарында Талғат бар ғой, сол айтады ғой, кітап оқымайтын адамдар, олар өздері кітап оқымайтын болғаннан кейін ондай адамдарды көрмейді деп. Біз кітап оқитын болғаннан кейін біз кітап оқитын адамдарды ғана көреміз, сосын біз айта аламыз кітап оқитын адамдар қоғамда бар деп. Мүмкін мен IT саласында жүрмегеннен кейін, IT саласында көрмегеннен кейін мүмкін сөйтіп ойлайтын шығармын. Бірақ дегенмен бұл ақпарат деген қазір енді өзіңіз білесіз ғой, біз кеше министрде айтып жатыр ғой, жаңағы 95%, 90% ауылдық жерлерде де барлығы қамтылған деп. Әрине ол енді кімді алдап жүргенін білмеймін, мүмкін өзі алдап жүрген шығар өз-өзін. Бірақ десе де осы әділетті Қазақстанды, жаңа Қазақстанды құрайық деп жатыр. Сізде өзіңіз былайша айтқанда жассыз ғой, сізде бізде замандаспыз. Неге осындай дүниелерді өзіміз бастамасқа? Біз мемлекеттің қаржысына қарай сүйеніп отырмай ақ өзімізде инвестор тауып, неге өзіміздің кәсіпкерлерді дамытып, олардың да дүниелерін сол арқылы біздің сайтымыз арқылы көруге, танытуға неге мүмкіндік бермейміз деген ой ғой. Бір кездері осы есімде
орталыққа барғанда ақылды қала Wi-Fi жұмыс жасайды деп. Бізде өкінішке орай ондай дүниелер жоқ. Біз автобусқа мінген кезде де қоғамдық көліктерде Wi-Fi-лар болды. Ол енді дер кезінде басында бәрі ғажап, керемет қыламыз, әйей қыламыз, кейін кәкәй боламыз. Осы дүниелерді неге жасамасқа дегенім ғой. Оған мүмкіндік бола ма? Болады, әрине. Ол сіздің жаңағы жақсы ұсынысыңыз ретінде қабылдап біз ары қарай осы бағытта жұмыс жасап сіздер жоқ деп айтпаймын, Сәке, бірақ анау сіздерде смарт Қызылорда бар ғой, оны да білемін. Смарт Қызылорданы енді қарап отырмын, мобильді қосымша, ол жақсы дүние да, мысалы. Бізде бірақ Яндекс болсын, Индрайвер болсын, тағы қандай дүниелер бар, олардың барлығы жұмыс іздеу болсын, барлығы HeadHunter мысалы. Бәрі өзі сырт жақтан да, бірақ біздің өңірлік өзіміздің, міне, сен Қызылордада Made in Қызылорда деген сайтты білесің ба? Мысалы да, например да, өзімнің ойым ғой, мысалға деп айтып жатырмын. Мысал деген сөзді айтпау керек негізі. Болады болмайды деп. Мысалы Қызылорданың ішіне кірсең, өзіңнің кезекті учаскелігіңді, жерлік неңді білетін, өзіңнің кезегің қай жерде тұр, қандай участковыйың бар. Ол бір ғана саласында, мысалы 102 деген бізде де осы кейін ашылып жақсы бір идеялармен басталып еді, кейін оны білмей қалдық. Білім саласында да, мысалы қай оқу орындарына түсуге болады, оны біз сайтымызға лақтыра берсек, оның барлығы жан-жақта жүр да. Кезінде Асқар Құрмаш бауырымыз да осы Сірелінің бір жақсы бір сайтын создавать еткендей бір жақсы идеяларды айтып еді. Енді әркім өзі бір жақсы идеясымен келеді де, кеткеннен кейін барлығы өкінішке орай шеке болып қалып жатыр ғой. Енді сіз өзіңізді өте танығалы білемін, мен IT дегенде өзіңізбен осы жақта арман ба біздің? Алмат, брат. Иә. Алекеңді бірден білемін да, уже көз алдыма солар елестетіп мен айтамын, IT туралы сұрайтын болсаңдар сол жігіттерге бар деп сіздердің адресаттарыңызды беремін да. Өйткені мен ол салада 1/3% ғана білуім мүмкін да, өйткені білмейтін нәрсем көп. Осы тұрғыда не қыл дейсіз, қандай дүниелер жасауға болады? Жаңа автобустар келейін деп жатыр, 150 жол. Төлем деген жүйені бізге енгізбекші. Неге біз төлемді кіргізуіміз керек? Неге оның алдында өзіміздің Әлемпей бар? Әлемпейді неге өзіміз соны арман қарай жандандырмасқа? Өйткені бізде жүрді ғой Әлемпейді жақсы білесіз ғой, электронный. Ал соны шеке жерлерін, өзіміз соны шеке жерлерін дұрыстасақ, арман қарай дамытсақ деген ой ғой біздікі. Енді қазір бұны құжатқа салатын болсақ, лотқа салу керек, басқа қылу керек, ДЧП дейміз, ГЧП дейміз, кете береді да оның барлығы. Біз сол халыққа нақты дүниелерді тек бетіндегі бал мен медті біз бере алсақ, арман қарай ішіне үңілсек, таза екенін, мөлдір су екенін көреміз де, арман қарай өзіміз күресе береміз ғой. Енді сіздер сол маманда, салада, коммуналдық орында айлық алып, сол бюджеттен жүргеннен кейін сіздерге айта аламыз. Халық сіздерге айтады, түсінбейтін нәрсесін сізден сұраймыз. Біз қанша жаңа интеллектті жоғары ойлағанмен бұл саланы біз білмейміз да. Бірақ біздің көзілдірікпен білмейтін нәрсемізді жіберсек, адамдар комментария пікір жазса, сіздің де өзіңіздің айта алмай жүрген ойыңызды біз арқылы айтқызсаңыз, енді біз бүгін еркін кездесіп, еркін ойланып отырмыз. Далада отырған жоқпыз. Ғимаратта әдемі IT саласының жерінде отырмыз. Қазір ішпен танысамыз, қандай сіздердің ерекшеліктеріңіз бар. Сіздердің енді айтатындарыңыз көп. Бәрі ғажап, бәрі керемет, бәрі тамаша, оқып жатырмыз, көріп жатырмыз, біліп жатырмыз. Бірақ сол біздің мынау IT саласын дамыту үшін неге біз кәсіпкерлерге де мысалы бірлесіп кәсіпкерлер арасында, сіздердің кәсіпкерлердің ортасында жүрсіз ғой енді кеше гранттар бойынша мемлекеттік қайтарымсыз гранттарда комиссия мүшесі болып жүргеніңізге де әрине қуанып жатырмыз, бірақ дегенмен де әр саланың әр басында өзінің жаңа қасапшысы жүрген дұрыс қой, әр дүниенің де. Бірақ енді арнайы уақыт бөлуде қазіргі уақытта уақыт табу қиын ғой, сіздің өзіңізбен кездесудің өзі бізге қиынға соқты ғой. Әрине түсінеміз, себебі сіздер енді іскер азамат болғаннан кейін, әр саланың кәсіп иесі емессіздер, іскер мемлекеттің қызметкері болғаннан кейін сіздерде белгілі бір шеңберде сіздердің енді тоқтамға келетін жолдарыңыз болады. Сондықтан енді алдағы уақытта да сол сіздерден идея алмассақ, пікірлерді ортаға салсақ, неге біздің қоғам белсенділерін ортаға салмасқа, олардың да ойларын білуге болады. Бізде жаңағы менің көзқарасымда былай да, мысалы IT саласын ол кодпен конкретно жұмыс жасап деп. Жұмыс жасап, сайтты создавать етіп, барлық жауапкершілікті өз мойнына алу керек та, өйткені ол саланың маманы ғой. Бізде қазір информационный технология бір компьютерді бір қосып берсе, жаңа мектептен бір нәрсесін паршивый жаңа вирусын өшіріп берсе, сол IT-шік болып саналып жатыр да. Сіз соны айтыңыз, біздің көрермендер біліп жүрсін, IT саласының мамандары қандай болады негізі, оның талаптары қандай, оның басты жасалатын құндылықтары қандай, сол дүниелерді айтып өтсеңіз қысқаша нұсқа. Дұрыс. Енді жалпы жаңа өзіңіз атап өткендей, смарт Қызылорда мобильді қосымшасы шынымен де ол үлкен мүмкіндіктер бар мобильді қосымша. Оны негізі енді біздің Қызылорда халқы да енді былай көп көрмей жатыр, білмей жатыр, арасында енді рекламада дұрыс болмай жатыр ма, осы көзілдірік арқылы сол халық көріп қалып,
онда смарт қызыларда бұл қандай қосымша еді деп көрейік деп оны да көшіріп жататын шығар, может сол сіздер арқылы да реклама кетіп жатқан. Ол дұрыс қой, ол енді ол өте орынды. маркетинг ход қой сіз айтып отырған. Дұрыс. Ол өте орынды. Біз енді мемлекеттік орган болғаннан кейін енді оны бүйтіп шығып рекламаға шығарып деген сияқты енді барынша біз өзіміздің жаңағы сайтымызға қолымыздағы бар инструменттерді қолдану арқылы халыққа шығардық, енді телевидение арқылы, сайт арқылы деген сияқты. Енді осындай өздеріңіз сияқты оқырмандары көп, көрермендері көп, жаңағындай каналдар арқылы немесе фейсбуктағы жаңағы өздеріңіздің парақшаларыңыз арқылы танып жатса, оның өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. Жалпы енді смарт қызыларда арқылы көптеген функцияларды көріп, танысып, жалғыз ол біздің қызылордалықтар үшін емес, одан да бөлек сырттан келетін қонақтарға да үлкен көмегін тигізеді. Ол арқылы біраз мәселелерді, жаңа ақпараттарды көруге болады деген сияқты. Енді мысалға енді ішіндегі функциялар жаңа айтып отқан жерге, үйге тұрған очередтерін кезінде жаңа әкімшіліктің сайтына кіріп, оның ішіндегі жаңағы несін тауып алып, қай жерде тұрған файлын тауып алып, ол файлды скачать етіп, сол Excel файлының ішінен іздеп, қарап шығатын тұғын. Ол үшін арнайы компьютер керек тұғын. Оның бәрі проблемный тұғын. Енді қазіргі таңда осы екі халыққа екі услуга, яғни қызметті көрсетуге соны автоматтандырып, соның ішіне салып қойдық. Яғни фамилияңызды жазсаңыз, сол жерде сіздің қанша нешінші очередте тұрғаныңызды көрсетіп береді. Одан бөлек мынау қазіргі таңда жүргізушілер өзінің машинасының жаңағы техосмотрын өтуін ұмытып кетіп жатады кейде. Гай тоқтатып, техосмотрың өтіп кетті деп айтқан кезде барып есіне түсіп жатады, енді міне кеше ғана өтіп кетті деп бір күн болса да олар уже штраф салуға әбден несі бар. Енді соны мысалы алдын ала көру үшін күнделікті өзі қарап бақылап қойса да болады. Яғни сол смарт қызылардан ішінде де ол функция бар. Яғни өзінің автокөлігінің нөмірін жазасыз да, сол сіздің транспортыңыздың қанша уақытқа дейін өткенін барлығын көре аласыз. Сондай сияқты көптеген қосымшаның ішінде жаңағы өзінің функциялары бар. Смарттан басқа қандай нелер бар бізде? Енді арнайы қазір смарт қызыларда мобильді қосымша, соның ішіне өзіңіз айтқандай бір терезенің ішінде болу, бір жерден барлық функцияны алу, сол біздің негізгі мақсат. Яғни қазіргі цифрлық министрдің өзі де Бағдат Батырбекова, яғни Мусин мырза деп таниды көбісі. Сол себепті сол кісінің өзінің де басым бағыттарының бірі сол бір терезеден, яғни бір сайт арқылы, бір портал арқылы көптеген қызметтерді алу, немесе сол жерден ақпаратты алу деген сияқты. Сол бағытта жұмыс жасап жатыр. Яғни жаңа айтып отқан біздің ЕПРО, яғни бүкіл республика бойынша бір сайт, әкімшілік, яғни госоргандарға арналған, мемлекеттік органдарға арналған. Сондай сияқты енді қосымша тағы да алдағы уақытта қосымшалар немесе сайттар болып жатар, бірақ дегенмен сіздің айтқан ұсынысыңыз бойынша біз осы IT парктегі өзіміздің резиденттер, айтып отқан Алмат, бірге айтишниктер бірге жиналып көреміз. Өзімізде ешқандай қаражатсыз жасауға болатын мүмкіншілік бар жалпы. Енді оны ақпаратты толықтыру мәселесі келіп шамалы қиындау болады. Яғни кез келген мысалға ішіндегі ақпараттарды толықтыру, яғни смарт қызылардан ішінде мысалға қазіргі таңда кафелер бар. Бұл жерде сіздер қанша уақытта қай кезде жабыласыздар деп әрдайым сұрап тұрған, оларға да шамалы нелеу болады. Кейде қазір қолым тимей жатыр деген сияқты сондай ақпарат болуы мүмкін, ақпарат дұрыс бермеуі мүмкін, уақытылы обновление болмай қалуы мүмкін. Сол біздесіп әйтеуір барлығымыз бірге іздесіп соның барлығын бір сайт арқылы көруге, жасауға болатын мүмкіндік бар негізі. Кез келген жерде қазіргі таңда ключевой, яғни бергі жағы, яғни ол сайт, оның арғы жағы big data дейміз, яғни үлкен барлық басқаратын барлық данный. Яғни жаңағы мен сұрап отқан сол ақпараттың барлығы бір жерге жиналса, осы кезде сол арқылы, сайт арқылы соның барлығын көруге мүмкіндік туады. Енді оның аясында мемлекеттік госорганның өзінің бақылауындағы барлық бағыттар бойынша біздің ахуалдық орталықта соның барлығы қамтылып жұмыс жасалып келеді. Яғни ақпараттар салынып, уақытылы
басшылыққа беру арқылы әр бағыттары бойынша өздерінің салалары бойынша көріп отырады. Ол енді іштегі өздерінің ақпараттары. Халыққа шығаратын соның ішінен де біз қарап жатырмыз қазір. Сол может сіз айтып отқандай жаңағы портал или сайт жасалып жатса, соның ішінен может бөлеміз кейбір мәселелерін халық көру үшін. Одан қосымша тағы да сұрағыңыз бойынша енді IT бағытында ақылды қала болу үшін қандай жұмыстар жасалады? Бізде қазіргі таңда енді әрине көп нәрсе осы қаражатқа келіп тіреледі, бірақ дегенмен қазіргі таңда инвестиция арқылы үлкен компаниялардың келу арқылы жаңадан жаңа жобалар жүзеге асты деген әкімнің де өзінің тапсырмасы бар. Яғни соның аясында мысалы жаңағы ТЭЦ соғылайын деп отыр инвесторлар арқылы, аэропорт соғылайын деп отыр. Соның барлығы бізде қанша сын кез келген салада болады ғой жалпы. Енді біздің енді кейбір түсінбейтін дүниелеріміз бар да, осы неге біздің Қызылорда ондай айтарлықтай үлкен қала емес. Өзіміз енді қала кішкентай ғой. Мынау біздің Тасбөгет болсын, мына жақтағы Талсуат болсын, кейбір жерлерде мысалы қарап отырсақ, жаңағы интернеттің жақсы ұстайтын жерлер болады да, кейбір жерлерде онша ұстай бермейді. Біздің мысалы Сабалақ елді мекені, мысалы дача бар ғой, саяжай. Сол жерге барсаң, мысалы сет ұстамайды. Өкінішке орай ше. Ал бірақ кейбір қаланың орталығында жүрсең, сол жерде сет ұстамайды да, и левый беріктен бұрын ұстамайды еді, айқайласып ұрыстық бір дүниені шығарғандай болдық та. Бірақ дегенмен қазір сол жағалауда да интернет ұстайтындай болып тұр да, бір кейбір жерлерде ұстамайды. Оған қалай қарасақ болады, қалай түсінсек болады? Әшейін біз кішкентай қаламыз ғой. Енді бұл жерде облысты айтпай-ақ қояйық, ауылдық жердегі. Әрине жоқ. Облыс бойынша жалпы негізі 230 елді мекен болса, соның ішіндегі қазіргі таңда барынша министрлікпен бірге жасалған жоба бар, жаңағы оптиканы жүргізу бағытында. Соның аясында жасалған жұмыстарымыз, мысалға қазіргі таңда 3G, 4G, өзіміз білетін интернеттегі. Мынау көрсетіп отқандай сол 23 қазіргі елді мекен 250-ден жоғары қазір интернетпен қамтылу шамалы қиындау болып тұр, бірақ дегенмен қазіргі таңда Кселл, Билайн және Восток байланыс операторлары өздерінің ұсыныстарымен және инвестициясы арқылы қосымша 22 жылдың осы аяғына дейін байланыс тарту несі бар, яғни ұсыныстары бар. Олар өздерінен қаражат шығарып, өздерінің вышкасын қойып, антеннарын қойып, үш елді мекенге Сізбен жақсы әңгіме болып отыр, Сәкен. Біз енді осы алдағы уақытта осы Қызылорданы керемет бір таңғалдыратындай алдағы уақытта бір қандай өздеріңіздің бір жақсы жаңалықтарыңыз, ұсыныс идеяларыңыз бар, жоспарларыңыз бар десек қалай болады енді? Келесі жыл енді жылдың аяғы болып кетті ғой. Осы жылдың аяғына дейін жасаған қандай ерекше өздеріңіздің жаңалықтарыңыз бар? Келесі жыл қандай жаңалықтар күтеді халықты, Қызылорда қаласының, облыстың тұрғындарын қандай жаңалықтармен қуантпақшысыздар? Жалпы әр саланың өзінің бір жаңалықтары болуы керек қой. Енді жалпы негізі сала бойынша болғанда да IT саласы бойынша жаңа атап өткен өзіміздің мынау проблемный ауыл елді мекендер интернет қамтылмаған. Соларды әрі қарай жүзеге асыру. Мысалы мына келіп отқан үш оператор өзі 4 елді мекенге уже өзінің мачтасын қоян деген, оның әрқайсысы әжептәуір ақша. Сол себепті олардың өзі үлкен жетістіктердің бірі деп ойлаймын осы күнге дейін атқарылған жұмыстар. Және де біздің осы IT саласындағы Иннофест ұйымдастыру, оның өзі қанша оқушылар мен студент балдарға арналған және ол жас ерекшелігіне қаралмайтын фестиваль. Сол себепті кез келген жастағы IT саласының өзінің ұсынысы болса, сол арқылы қатысуына болады. Және сыйақысын алуға да мүмкіндігі бар. Одан бөлек жалпы енді осы IT парктың аясында қызылордалықтар өздерінің жұмыстарын немесе IT бағытын дамытуына жобалары болып жатса, осы IT паркке келіп тегін интернет, компьютерді қолдану арқылы жастардың мүмкіндігі бар. Оның өзі үлкен бір қуаныш. Кейбіреуі біліп жатады, білмей жатады. Кейбіреуі
естіп жатады IT парк бар екен, бірақ ол жерге барсам менен қазір ақша сұрайды деп ойлап келмей жатады. Комплекс. Иә. Оның өзі осы қазір көзілдік көрермендеріне де айтып кетейік, ол IT парк осы жастар үшін арналған орта. Сол себепті келіп, осы жерде әрдайым ағайлар бар, Алмат ағай, Мақсат ағай, Айсұлтан ағайлар өзімізде келіп отырады, арасында жаңағы мастер-класспен шамалы кездесулер ұйымдастырып тұрамыз. Осы IT парктың аясында Астана хабпен бірлесіп, сол Астана хабтың резиденті болып, осы жерде қазір бізбен бірге байланыс жасап, оның да үлкен конкурстар болып жатыр. Соған меморандум бар арамызда. Осы Қызылордада сол IT паркте орналасқан резидентіміз сол Астана хабтың бір бөлігі ретінде мүшікте саналады. Одан бөлек осы IT парктың аясында жаңағы грандмастер оқу орталығы бағдарламалы. Яғни сонымен бірлесе отырып, осы Ташкент қаласындағы IT парксымен де байланыс жасадық. Олармен де байланысқа шығып, оларды біз осы Қызылордаға келуін және біздің балдар сол жаққа барып көруін, яғни бір тәжірибе алмасу жұмыстары жүргізілуде қазір. Оның өзі үлкен жетістік. Ол жақта да инфраструктурасы барлығы жақсы жасалған. IT парк енді үлкен Өзбекстанның өзінің орталығында орналасқан IT парк болғаннан кейін ол жердің мүмкіншілігі өте зор. Сол себепті бізде Астана хаб және Өзбекстан Ташкенттің хабымен бірге байланысып сондай үлкен жұмыстар жүргіземіз. Және енді өзіміздің жаңағы тұрғындарға арналған осы біздің жаңағы интернет байланыс қой. Қазіргі таңда интернет болмаса қаланың барлығы қиындау болып қалды. Интернетсіз қолымыз бірдемеге жетпей тұрғандай болып тұрады. Сол себепті министрлікпен бірге келесі жылға да қазір жоспар қойып жатырмыз. Қанша елді мекенге, осы күнге дейін 250 және жоғары тұрғындары бар елді мекендерге интернет қойылған болса, келесі жылы содан 250-ден төмен елді мекендерге қарай жұмыс жасайтын боламыз. Яғни ол байланыс операторларымен және интернет тарту провайдер Қазақтелеком, Транстелеком сияқты компаниялармен бірге жұмыс жасаймыз. Яғни ол оптикалық байланыс. Қазіргі таңда 4 мегабиттен және жоғары қарай интернет байланыстары болса, енді алдағы уақытта сол 8 мегабит, 10-12 мегабит және 100 мегабитке дейін мүмкіндіктері болатын оптикалық интернеттер болады. Оның өзі үлкен жетістік, үлкен инвестиция, үлкен ақша. Соның арқасында басқа елді мекендерде жақсы интернет байланысына қосылса, олар да үлкен жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. Жалпы енді осы бағыттарда жұмыс жасап жатырмыз. Негізі цифрландырудың бір бағыты сол интернет. Яғни интернет болмаса, оны әрі қарай уже цифрландыру қиындау. Кез келген нәрсе сол интернет арқылы байланысып жұмыс жасайды. Жаңа атап өткен өзіміздің бейнебақылаулардың өзі сол байланыс арқылы. Яғни ол ғана интернет керек. Жақсы түсіндік. Сәке, енді мен ойлаймын, өзі алдағы уақыттары, алдағы күндері біз негізі халық, біздің қазақ үмітін үзбеген халықпыз ғой. Қай кезде момын халықпыз. Бірақ момындығы таусылып, шыдамына жеткен кезде бір өзіміздің мінезімізді көрсетіп қоятын қазақтың өзінің бойындағы қасиеті бар, бұл белгілі нәрсе. Енді мен ойлаймын, жалпы осы цифрлы Қазақстанда біз цифрлы Қазақстан деп айтатындай үлкен жетістікке жететіндей, соның ішінде біздің сыр елінің азаматтары, өздеріңіз сияқты басшылықта отыратын болса, сіздер сияқты азаматтар жоғарылап жақсы жетістікке жетіп жатса, біздің цифризациямыз да дамиды деп ойлаймын. Жалпы ақпараттық салада сіз шаршамаңыз, біз сұраудан біз шаршамаймыз, сіздер айтудан сіздер шаршамаңыздар. Жалпы біздің өзіне керекті дүниелерді өздері іздеп зерттейтін қазіргі жастар бұрынғыдай емес қой. Қазіргі жастардың көзқарасы, ойлау қабілеті олар бөлек. Сен айтып отырған сөздердің барлығын Google әулие дейміз, ол біздің Google әулиеге шығып алып, ол сенің керек нәрселерін Яндекстен қарап саған айтып береді. Дамып кеттік қой. Бөлінетін адам қазір мына бөлмедегі YouTube-қа кіріп кетіп бөліне беретін болды ғой қазір. Сондықтан мен ойлаймын, алдағы уақытта осы біздің
средінің осы ақпараттық мынау неге шыққан кезде, площадьқа шыққан кезде 5G-ға шығып, 6G-ға шығып үлгермей жаңағы айтқан нәрсе уже дер кезінде жететіндей біздің Қазақстанымыздың қауқары болған жететініне мен сенемін. Өйткені біз әділетті Қазақстанды құру үшін жасап отырмыз. Әр адам әділетті өзінің ойын айта білсе, сіз де әділетті өзіңіздің ойыңызды ашық айтсаңыз, біз әділетті Қазақстанға барамыз, қайтсек те. Өйткені қазір адамдар екі ойлы тұр ғой, әділетсіз, әділетті деген. Біз әділетті көзқарастамыз. Жалпы рахмет бүгін уақыт бөлгеніңізге. Сіз сияқты азаматпен бүгін енді желіге шығып отырмыз. Құрметті достар, біз сіздерге қайта айта кетейік. Бізде бүгін қонақта, біз қонақ болып келіп отырмыз. Көзілдірік қонақта жастар ресурстық орталығындағы сол жағалау облыстық сыр жастары, яғни жастар ресурстық орталығында орналасқан IT парктің орталығында бүгін біз келіп отырған мекемеге қонақ болып Сәбит Ибадулла ағамыз. Жалпы алдағы жақсы жаңалықтарда, жақсы өрендеріңізге дами берсін, дами берсін. Інілеріміз, артымыздан көзқарасты ерген қарындастарымыз осы IT саласында өз нанын тауып жететіндей жетістіктерге жете берсін. Бізде бағындырайық. Біз жаңағы Марк Цукербергтің қай жеріміз ғой, Илон Масктың қай жеріміз кем дейміз ғой. Үнемі бізде сондай ойлай алатындай интеллектіміз жоғары басқа шыға берсін. Бағдат Мүсейін кетіп кетті ғой, сіз жалпы сол кісіге ұқсайсыз, ол кісі мүмкін сізге ұқсайды ма? Сол кісі келген кезде цивилизация Қазақстанда не жаңалық болғанын біз түсінбей қалдық, не айтып не қойғанын. Енді қасында кім жүрді, жаңағы Байқоңырдағы Қайрат Нұртайұлы, да? Сол кісілер жүрді, сіз жүрді, Қайрат Нұртай дейміз ғой? Сол кісілер жүрді, сіз жүрдіңіз, сосын ойладым мен, сіз жүргеннен кейін ол жақсы бір дүниелерді бізге айтады қой, жақсы ақпарат білеміз ғой деп. Кейін енді Байқоңырға барып кейін білдік қандай жағдайлар болғанын, қандай дүниелер, қандай жақсы жаңалықтар шыққанын. Ол кісі айына жылына бір келмей күнде кетіп тұратындай сіз таңғалдырып, сол жаңағы министрлікті, президенттің өзі таңғалып, Сәбит Ибадулла деген жігіт шықты, елден халықтың ортасы осылай Сәбиттей мықты IT технократ шықты деп еретіндей сондай деңгейге жете беріңіз. Мен ойлаймын, болашақта мен құрметті көрермендер ақпарат даму министрлігінің министрімен кездесіп отырмын деп болашақта. Қалаймын соған жетейік, Сәке. Рахмет. Сияқты азаматпен енді бүгін жақсы әңгіме болып деп ойлаймын. Айта берсек қазір ол көп, эфирде де біз керек жерлерін аламыз, мүмкіндігімізше соны саламыз. Өйткені қазір біз еркін андай жүйелендіріп, оны күрделендірсек, ол уже қызық болмай қалады. Қазір мен айтамын, қазір мына Егопқа кіріп отырған адамдарға жауап бермейді, қатысып жүре берсең, ол вообще резонанс болып кетеді да. Сондықтан барынша жеңіл, енді бүгін жастар орталығының шаңырағында отырғаннан кейін қатты ондай неге үңіле болған жоқпыз. Өзіңіз біліп болғаннан жеңіл желпі енді ойымызды айтуға тырыстық. Өзіңіздің айтатын жерлеріңіз болса әлі де айтуға болады, соны қоса береміз. Жалпы енді жаңа өзіңіз айтқандай площадьтағы орталық алаңдағы интернеттер болды, одан кейін жоқ болып кетті деген сияқты болды ғой енді. Оның барлығы әрине басталады, кейде сол қаражатқа келіп келеді болады. Жаңағы алдағы уақытта оның барлығын біз яғни общественный орындар дейміз ғой, жаңағы халықтар көп жүретін сол біздің қазіргі таңдағы сол алаңда және Арбатта сондай сияқты орындарды белгілеп біз сол интернетті Wi-Fi таратуды қазір қарастырып жатырмыз оған негізі. Ол жоспарымызда бар. Келесі жылға қарай болса оны да жүзеге асырамыз. Құдай қаласа ол да жүйелі түрде жұмыс істеп тұрады деп ойлаймын өзім. Және оған енді атсалысып бар күш-жігерімізді салып соны жасауға, халық үшін жасауға тырысамыз. Және одан бөлек бір пилотты түрде SOS кнопкасы дейміз ғой, 112 батырмасы, яғни қаланың орталығында бір жерге қойсақ пилотты түрде, оны халықтың оған көзқарасы қандай, жалпы ол тиімділігі бар ма жоқ па соны байқау үшін бір коробка болады, яғни ол жерде как домофон сияқты, звонок сияқты телефонымен, сосын камерасымен, яғни бір кнопканы басу арқылы сол жерде кез келген хабарлама айтуына мүмкіндік болады. Яғни ол 112 орталығына барып, сол жерде кол орталығын қабылдайды. Или сол мысалға енді әртүрлі жағдай ғой, түн болсын, күндіз болсын 24 сағат жұмыс істеп тұрады. Телефонында уақыт болмай қалады, или батареясы отырып қалады, звондауға не болмай қалады. Или ана жерден сыртынан көріп тұрған бір бұзақылық жасалып жатқан бірдеңе болса, сол жердегі апаларымыз басып арқылы проблема создавать етіп жатқандар болса басшы береді. Басшы береді, сол жерде айтып хабарын беріп жүреді.
сол жердегі жақын арада бейнебақылаулар көру арқылы әрі қарай жұмыс жасайды. Жалпы бізге осы облыста жыл сайын қанша қаражат бөлінеді IT саласына? Жыл сайын болғанда әр кездегі жаңағы мәселесіне сәйкес. Яғни ол сұранысқа байланысты. Қазіргі таңда енді көбінесе мынау жаңағы кешегі 20-шы жылы пандемияға сәйкес бөлінді, одан кейін 21-ші жылы енді соның уақытында шамалы 1-2 жобаларды жүзеге асыру ғана мүмкіндік болды. Енді бүкіл қаражаттар қазіргі таңда Қызылорда облысының өзінің де міндеттері бар, алдында орындайтын. Сол міндеттеріне қаражаттан бөлек және алдағы уақытта біз цифрландыру бағытына қарай халыққа керекті мәселелерді және жобаларды қозғау арқылы сол қаражатты сұрауға мүмкіндік бар. Енді әкім әрдайым айтады, халыққа тиімді, керекті бағыттарды қараңыздар. Сол бойынша біз қарап жатырмыз, қайсы тиімді болады, ол халыққа керек бола ма, керек болмай ма. Жаңағы мына компания мынандай жасапты, соны енгізе берудің оның қажеті жоқ. Қазір енді айтып жатқандай, халыққа керекті, мысалы интернет общественный орындарда және жаңағы кнопканы ол да өзінің компания ұсынып, ол тегін әкеліп қойылса екен. Көріңіздер, халықтың оған деген жаңағы жұмысы, яғни отношениесі қалай, яғни халыққа ұнай ма, ұнамай ма, керек па, керек емес пе, соны үйретіп аламыз ғой. Үйретіп алсақ, содан кейін әрі қарай уже енгізу жұмыстарын жасаймыз да. Сәке енді және одан бөлек тағы да мынау Эргиз деген және соның ішінде Айқала деген тағы да қосымша Айқала. Яғни ол халыққа мүмкіндік өтіп жаңағы мынау әртүрлі қызметтерді, мемлекеттік қызметтерді адам мен адам байланыс, яғни коррупцияны алдын алу деген сияқты сондай мәселелерді алдын алу үшін жасалған Айқала жобасы сайты, яғни сол арқылы керекті функцияларды қазіргі таңда сол жұмыс жасап жатырмыз. Енді жылдың аяғына дейін бітірсек, ол да жақсы. Және Эргиз ол біздің Қызылорда облысы бойынша жер бойынша орналасқан жаңағы бос орындар, жаңағындай мемлекеттік органдардың орналасқан, солардың барлық ақпараттары орналасып, және жаңағы халықта өзінің ақпараттарын көре алатын үлкен мүмкіндік болады. Яғни карта, оцифрованный карта болады. Бұл Қызылорда үшін үлкен мүмкіндік және Қызылорда кезетте Қызылорда критика газдарда да халықта көп отыратын жер, бұл жерде де айтып жатыр, Түгис бағдарламасы келді. Соны енді жүзеге асып әрі қарай жұмыс жасау керек. Және де өзіміздің осы елге Қызылордалық жаңағындай такси бағдарламасы да жаңадан келсе, соны да қарастырып жатырмыз, қандай жоба жасауға болатынын. Бұл да енді Яндекспен бізде Индрайв өзіңіз айтқандай, солар қаптап кетті бағдарламасы, енді ол жерде көптеген ақша сыртқа қарай кетіп жатыр қазіргі таңда. Және біздің өзіміздің жұлдыз таксидің өзі картасы, мысалы Яндекстен арендовать ететін болса, оның өзі сол картаға ақша төлеп Россияға кетіп жатыр ақша. Сол сияқты карта өзімізде жасалып, карта мобильді қосымшасы өзімізде жасалып, өзімізде қалатындай барлық мобильді қосымшалар, сайттар жасалу жағын қарастырып жатырмыз. Өзіміздің отандық өнім болу. Яғни цифрлық технологиялар тоже өзіміздің отандық өнім болу. Жаңа мен айтқым келіп отырған Сәке мынандай ғой, бір олигарх келіп, Сәке қанша ақша керек дейді, осы IT саласы бойынша деп, мысалы қомақты ақша береміз десе де көп нәрселер бар екен ғой. Көп нәрселер бар екен ойда. Мынау енді ЖКХ саласында халықтың тиімді суды, светті қолдану, газды барлығын ақпараттандыру арқылы бір жерден жаңағы мынау үкімет айтып жатады ғой, мысалға осыншама жылуға қарыз деген сияқты. Енді оның бәрін алдын алу үшін халықтардың арасында электронды счетчик қойылсын, сол арқылы барлық данный бір жерге түсіп отырады, и соның аясында уже халық бір жерден ақшасын да төлеп отырады. Жақсы, Сәке, жақсы отырыс болып, керемет, ғажап. Жалпы айтып болдыңыз ба қағаздарыңыздың барлығын? Жалпы енді ойда жүрген нәрселерді сол сізге айтып кетейін, көрсетіп кетейін деген. Дұрыс, мен сол ғой, менде де ойлап отырмын. Біздің негізі сол бағдарламаның да
ашықтығы кеңістігі болса ғой. Өйткені бізде қазір мынандай да, мысалы біз қазір бұл бағдарламаны біз еркін форматта жасап жатқаннан кейін бізге қазір адамдардың барлығы еркін келіп жатыр, еркін тіркеліп жатыр. Біз ана кел біздің неге тіркел, өт ана қоңыраушаны бас, біз ондай емес та. Енді ол жаңағы маркетинг. Иә, бұл енді маркетинг кодта бізде олай емес. Бізде енді біздің код өзіміздің саладағы, өзіміздің осы шынында да расында да біздің ойымызға қызығатын таза халықты жинау, ерту өзімізде. Біз өйткені тәуелсіз болғаннан кейін біз барынша жаңағы мемлекеттің тапсырысын алмағаннан кейін бізге уже халық сенеді. Енді өзіміздің ойымызды айтып жүрміз, айтып та келе жатырмыз. Бірге бір деңгейлі азаматтар бар. Енді әр адамның деңгейіне қарап, мысалы, ой анау бөлім басшысы ғой, анау директор ғой, ол менің деңгейім емес. Мен анау үлкен адамдармен сөйлесем, мен басқа не қыламын деп жүрген адамдар да бар да. Бізде ондай көзілдір ондай нәрсеге қарсы тікелей өзіміз. Өйткені мен өзім бағытым болған кезде бізде 4 жігіт жұмыс жасайды бұл сала бойынша. Бізде коммуникациялық алаңы бар, көзілдіріктің, одан кейін көзілдірік көрсетеді деген жобасы бар, көзілдірік қонақта деген бағдарламасы, көзілдірік лайв деген бар. Көзілдірік лайв енді ол тікелей эфирден. Енді бізде основной қазір біз енді YouTube-ты создавать етіп жатырмыз. Кеше мен өзім неге барып қайттым, Шымкентте бізде ақш резиденциясының ұйымдастыруымен өткен осы Қызылорда облысынан мені ғана шақырды, ол жаққа. Сосын Алматы облысынан келді, Астанадан, Түркістаннан келді. Шымкентте сол кезде мысалы қазақша контент деген дүниені қолға алып жатыр. Біз енді осы қазір Қызылордадан сол қазақша контентті қалыптастырамыз деп отыр. Енді қазақша контент сол IT саласында жүрген жастар бар ғой, жастарға ғана емес, сондай үлкендер де бар да. Біз тек қана біз жастарға ғана не бермейміз, бағдар бермейміз. Кез келген жастағы азаматтар осы IT саласымен ауыратын адамдар бар ғой. Сол адамдардан біз технократардан шығарсақ, насихаттасақ, көрсетсек. Енді мен мысалы Тимур Бектұр деген ағамыз бар, ол кісі қазір енді сыртта жоқ, Америкада жүр. Кеше мысалы біздің осы Жасұлан Серіков деген ағамыз да Америкаға кетті. Ол жақта мысалы дамып кеткен жанар жағармайдың мысалы цифрлық технология дамып кеткен соншалық мысалы келіп көлігінен түспей түрлі жаңағы ақшаларын беру арқылы өзіне керек қызметтерін алып жатыр да. Ал біздің қазір Қазақстанда енді дамымаған, өзін дамыған бір Астана бар, өзі Нұрсұлтан, Астана хабтың ішінде де жаңағы жаңа жобалар бастағысы келіп жүрген стартаппен жаңа жоба бастағысы келіп жүрген азаматтар өте көп. Бізде енді Қызылордадан да жасауға болады деп ойлаймын да. Сүт сату бойынша бізде бір жігіт биостың несімен дамуы не ма, сондай немен Алматымен бір жігіт кезінде бір сондай жұмыс жасаған программа. Ол енді шикі болып шықты да. Біз көбіне идеяға ауыратын болғаннан көбіне ашып жүреміз ғой. Ол жігітті солай ашып жүрдік, Астанада болды, ол енді сынған жоқпыз, бірақ ол да өздері кездесіп қалса IT жігіттермен, олардың біз түсінбейсің олардың тілдерін, бір нәрселерді айтып жатыр. Осындай бәрі бар, кезетті жазған жігіт бар, сайттың бірталай енді жігіттермен жүрдік қой. Сол кезде оларды түсінбейсің, действительно, мәссаған не айтып жатыр деп. Тілдері бөлек. Тілдері бөлек, бірандай атеистердің ортасына кіріп кеткендей боласың да, не болып кетті мынау вообще, бірақ шынында да қиялдаған нәрсені орындауға болады ғой, барлық нәрсені жасауға болады. Енді жаңағыдай ғой, енді біз телефонмен қазір баяғыда ауыр камераны көтеріп сөйтіп жүретін болса, біз кішігірім камераларды қойып, записі де басып отыра беретін деңгейдеміз да. Менің сол ғой ойлап отырғаным, алдағы уақытта неге біздің Қызылордадан шықпасқа жастар? Әрине шығады, жоқ. Дегенмен негізі, әрине сіздердің көзілдірік бағдарламаларыңыз арқылы, YouTube каналдарыңыз арқылы кез келген осы біздің іс-шара болсын, жаңағыдай семинарлар болсын кездесіп тұратын осындай әңгіме ретінде, даже осы біздің студент балдарымыз бар, осы жердегі резидент балдарымыз бар, Қызылордалық 3D ойындар, виртуалды ойындар жасап жатқан, соларды шақырып осыларда сөйлесіп, олардың қалай жасап жатқанын, білмейді, әрине. Мысалы өзімізге тиесілі мысалы парақшалар бар, мысалы сіз айтып отырсыз Қызылорда критикаларда, мысалы бізде де бар критика Қызылорда, мысалы бізде кәдімгідей контентте әртүрлі жастағы адамдар бар, ата-аналар бар, мысалы кез келген уақытта ата-ана баласы үшін, баласы үйренбесе де бір нәрсе үйренсе екен деп олар ақылы негізді дайындауға да балаларын жіберуге дайын да. Ал бірақ бізде мемлекеттен жасалып жатқан дүниелер бар. Біз енді дамып жатырмыз деп жаңағы Windows 11, Windows 9, Windows 10
жыл сайын оларды ауыстырып қойып компьютермен қарап отырғанымыз оны біз дамымаймыз да. Керісінше біз сол ана жасап жатқан балалар ғой, мультфильм жасай алатын балалар бар, мысалы 3D форматта, соларды көрсетсек, арман қарай біз айта аламыз да, міне біздің Қызылордада жасалып отырған жұмыс. Өйткені маркетинг ход сіздерде, оны мен байқап жүрген жоқпын да, мысалы. Мен білмеймін былайша айтқанда. Сіздерден IT саласын дамытуға, маркетинг осындай ходтар жасауға бірге бірлесіп жасайық. Ұсыныстарды біз айтып отырайық, шығарып отырайық контентті. Жаңа айтып жатқандай компьютерді обновлять етіп, ары қарай отыра берген, ол да әрине жұмыс болмайды. Мен жаңа бір есіме түсіп кетті, сол айтып отырған кезде оқушы болып жүріп, енді компьютерді алып, жаңа енді ол кезде компьютер алуда мүмкіндігі қиын еді ғой. Ескі бір компьютерді әйтеуір үйге әкеліп қойып, сосын сол кітабын ашып қойып, жаңа Windows 95 ол кезде жаңа командамен жұмыс жасап қойып, сол кітаппен отырып жұмыс жасап отырып, жаңағыдай командаларын орындап келіп, ең соңына бір жерге келген кезде формат деген команда тұрды, сол формат дегенді басып интербас жерін, сонымен бүкіл барлығы өшіп қалады. Сосын ана жерде оқысам, сөйтсем бәрі өшіп тастайды. Форматтап жүрген. Енді бірінші рет қой, енді оқушымын ғой. Сонымен қайттан қалай басынан келген жасау керек, сол ескі кітап, қалыңды, соны ашып қойып, қайттан андай жолдарын тауып, сосын дискетін салып, системный файлдарын салып, қайттан бастап, қайттан басынан етіп, сол кезде үлкен бір жетістікке жеткендей болдым да. И содан әрі қарай уже өзі адам ізденсе әрі қарай тауып, жолдарын тауып береді ғой енді. IT саласы да жаңа өзің айтқандай медицина саласы сияқты бұл әр тармаққа бөлініп кетеді. IT-шник дейді, кезінде программист дейтін ғой, қазір енді IT-шник дейді. Программист те, IT-шник те ол телевизорды да жөндей білу керек, кондиционерді де жөндей білу керек, компьютерде программа жазуды білу керек, ол жаңа сайт жасауды білу керек, фото-видеомен де жұмыс жасауды білу керек. Бірақ на самом деле негізгі бағыты, мысалы IT-шник болса, ол IT-шниктің өзінің тармақтары бар әртүрлі. Веб-разработка жасайтын, таза программа жазатын, одан бөлек жаңағындай видео, жаңағы медийный бағытқа кететін салалары бар. Сондай сияқты тармақтары көп IT-дің ішінде де. Ол 3D және виртуалды реальность деген бар. Олардың өздерінің мамандары бар. Олар да бірақ IT-шник. Бірақ ол веб-разработка жасай алмайды, бірақ виртуальный дүниелерді жақсылап жасайды. Бір бөлім ғой. Иә, бір бағыт қой енді. Яғни сен доудырсың, бірақ доудыр бол. Система болам дейсіз. Жаңа несі бар ғой, өзінің бағыттары бар ғой. Біреуі бор болады, біреуі жаңағындай құлақ көз емдейтін болса, біреуі жүрек емдейтін болады. Ол доудыр болып, анау жүрек емдейтін құлақты емдей алмайтын мысалы. Дәл сондай сияқты бұл жерде де сондай түсінушілік болу керек та. Яғни біздің әлі менталитет соған түсінбей қарайтындар да бар. Соны түсіндірейік та енді. Соны түсіндіріп, алдағы уақытта соның барлығын. Соны түсіндіру керек. Жіліктеп барлығын жан-жақты көрсетуіміз керек. Біз анау жігіттер айтады ғой, кеше Жәке, сен жалпы сіздің мақсатыңыз қалай дейді. Менің мақсатым мынау шайнекте қайнап жүрген адамдарды мырзалыққа баулу дейді. Ол қалай дейді. Мен айтамын, қазір бәрі шайнекте қайнап жүр. Бірдеңе десең уже жарылып кетейін деп тұр. Ал соларды мырзалыққа баулу. Мысалы, Әлихан да, Міржақып Болат та кезінде ол коммуналканы көтеріп, ал елдің есінде қалған жоқ қой. Ол сол ағартушылықпен есінде қалды. Ал біз ішіміздегі әңгімені айтпасақ, біз ізденбесек, кітап оқымасақ, біз зерттемесек, біз ауырамыз да, ол кәдімгідей ауырамыз. Ол сондай ол шығармашылықтың адамы болғаннан кейін. Сондықтан енді бұл IT саласында мен өзімнің інімді оқыттым ғой, IT саласы оқып жатыр ол. Айтып тұр, Алматы ағайға барамын, Алматы ағай бізге осындай тапсырма берді, Алматы ағай өйтіп, Алматы ағай міне жаман көрінді, сақалың. Ол үлкен мықты кісі, ол сондай өзі түрмен бүйтіп қараған кезде айтқанды қылмасаң ол алып кетуі мүмкін, басқа жаққа қарай абайла деймін ғой, интернетке тығып жүруі мүмкін. Інім ғой енді ол, туған інім ғой. Сол айтады, болды, ағайын айтқан қылам ғой, ағайын айтқан қыл деймін ғой, өйткені оның бір кітте бір нәрсе үйренгені жақсы да. Өйткені ол тегін білім алып жатыр да, ол тегіннің жаңа бізде көбіне қадірі бола бермейді ол. Бізде анау бір киім, мен айтамын, ол балаларға форма алатын болса, 20 мың теңгеден мысалы несетін болса, соны 19.500-ін қалтамнан шығарамын да, 500 теңгесін қалтасынан шығартамын да оны. Оны жаны ашиды да, сол сияқты нәрсе ғой. Сәке, бүгін жақсы уақыт, 1,5 сағаттай уақыт болды. Рахмет, жақсы кездесу болды. Негізі біз бағана эфирде не қылып тастадық, еркін болғаннан кейін жақсы
келісіп керек нәрселерді алып жатырмыз. Жаңағыдай соңғыдай ашылып сөйлегеніңіз сондай, мен сондай немен келгем, негізі оймен жақсы ашылып сөйлесеміз. Дұрыс жоқ, мен де сондай оймен келіп ендігіде келісте бір неде отырып, жақсы бір жерде еркін біз оған дейін жақсы бір дайындалсақ, бір жақсы ойландыратындай, мысалы осы IT саласында ойландырып басқа адамдарға бұның керегі бар екенін, бізде мысалы отыр компьютермен машинаның хатшысына жұмсайды, басқасына олар ондай нәрсені түсінбейді да. Біз оның кең ауқымды, өйткені қазір біз Facebook'тың өзіне мысалы біз мән беріп отырмыз. Біз енді аралдан бастап жаңа оранған мен команда жұмыс істеп жатыр. Страница ашып беру $300 басталады. Страница ашып беру Facebook'тың. Ал страница ол өзі ашылмайды ғой. Оны Google-ге создавать етеді, Gmail.com арқылы. Оның барлығының өзінің ақшасы бар да. $300, $200, олар уже шошиды. Ойбай, 400 мың теңгеге істеймін ба мен? Айтамын, ол жалғыз сізге емес қой, ол мекеменің атына 400 мың теңге ақша не ол 400 теңге. А біз ол 10 күндік жұмыста келеміз, оқытамыз, үйретеміз, түсіндіреміз, Facebook'тың ролдарын айтып беріп кетеміз. Фейк ашатын болса, фейкті айтып беріп кетеміз, қандай фейкті қолдану керек, қалай фейкпен жұмыс жасау керек. Өйткені фейк болмаса сен елдің ортасында әңгімені шығара алмайсың да, Сәке. Біздегі фейктерді айтпай қояйық. Енді қалай фейктерді ашуға бола ма, не саласында? Негізі енді ондай бөлім жоқ па жаңағы? Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Жалпы енді программистер әртүрлі бөлінеді ғой енді. Өзі сол жалпы сайттарды бұзатындар арнайы бөлек отыратын жаңағыдай. Бандиттер ма? Иә, өзінің ішіндегі. Қарақшы. Иә. Сондай сияқты екі жаққа қарай белый айтишник пен черный айтишник болып көрінетіндер де бар. Енді бірақ дегенмен оларда может елдің қауіпсіздігі үшін жасайтын жұмыстары да болады олардың. Иә, олар рас. Иә, ол былайынша жасалған ісі үшін мынандай деп кесіп салып айтуға да болмайды, өйткені ол да өзінің көмегін тигізіп жатыр кейбір бағыттарда. Яғни халықтың қауіпсіздігі үшін жасап жатқан жұмыстары да бар негізі. Ол енді былай айтылған кезде жалпы неге мынандай жасайды, ол заңды түрде мынандай болмайды ғой деген сияқты мәселелер де бар. Фейктің фейковый страничкалердің өздері де сондай жұмыстары бар олардың да. Халықтың арасындағы шындық әңгімені айтқысы келеді. Сол арқылы жаңағы халықтың өзінің ойында жүрген, ішінде жүрген мәселені шығарғысы келеді. Дегенмен ол бүкіл әлемдік сеть болғаннан кейін бұл жерде Facebook'тың немесе YouTube'тың өзінің ограничениялары негізі қойылған, бірақ дегенмен сондай барлық халық өзінің қандай мүмкіндіктерін көрсеткісі келеді, шығарғысы келеді, соны шығаруға мүмкіндік жасаған. Бірақ енді жаңағындай кейбір критерияларын арнайы жауып қойған позициялар да бар негізі. Оның бәрі енді өзінің әрқайсының заң аясында қаралып, жауап беріледі. Бірақ дегенмен енді жалпы ақ жолда жүріп дұрыстап жасау негізі міндеттелетін жұмыстары. Дұрыс айтасыз. Рахмет, құрметті көрермендер, бүгін біз жақсы әңгімені өрбіттік деп ойлаймыз. Қазір өздеріңіз білесіздер, әлем бойынша болып отырған соғыс, ол ақпараттық соғыс, яғни ақпараттық қауіпсіздік. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі әңгімеміздің барлығы осы ақпаратқа байланысты. Біз ақпарат туралы айта беретін болсақ, оның шыңына да жету, оның жағасына да шығып қалу, ол бүгін әне бітетін нәрсе емес. Сондықтан құрметті біздің көзілдіріктің көрермендері, YouTube-тағы және TikTok көрермендері, Facebook әлеуметтік желісіндегі, Instagram көрермендері, сіздерге үлкен рахмет. Соңына дейін біздің ойымызды тыңдап көргендеріңізге рахметімізді айтамыз. Сізге әсіресе уақыт бөлгеніңіз үлкен рахмет. Замандасымыз, бұл кісілердің уақыты әрине таптыра бермейтін мүмкіндік. Бұл дегенмен бүгін жақсы жұманың кешінде жақсы әңгіме өрбіттік деп ойлаймыз. Сіз алға баса берсін, барлық жақсы тілектер айтылып жатқан тілектер сіздерге молынан келе берсін. Жалпы командаңыз мықты болсын, команда арқылы жетістіктерге жетеді. Ол кез келген сіздің жетістікке жеткеніңіз команда арқылы жетістікке жетеді. Сіз жетістікке жетсеңіз, команданың жетістікке жетеді. Сондықтан командада қай кезде де шыңдалып, өздеріңізді қамшылай беріңіздер. Рахмет, Сәке. Жақсы кездесу болып. Рахмет.